Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі. Мынау кешкі асқа бір идея. Біздің алатау құстың тауықтың жүрегі. Содан кешкі асқа тамақ жасайын деп жатырмын. Сіздерге де бір пайдам тиіп қалар, сондықтан осы асты жасағанда көрсетейін деп жатырмын. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз біледі, мына жерде 1 килоға жуық жүректі екіге бөлем. Мынандай артық жерлерін алып тастаймын. Бұл да малдың жүрегі сияқты түтікшелері бар ғой. Міне жүректі жақсылап жудым. Тоз татығанша. Қақпағын жау. Енді түштет дейміз ғой, дүмдеп. Сіріп алайын деп тұрмын, біраз. Орташа отта. Қақпағын жауып, бір 10-15 минут пісірейік. Пиязы мен картофын турап аламыз. Келесі кезекте пиязын салдым міне. Біраз пияз қорылғаннан кейін тәтті бұрышын салатындарын саламыз. Бұл тауық құстың жүрегінен де керемет тамақ болады. Мына репка қосып жатырмын. Келесі кезекте картоп. Менің бұрышым перец деймін, лаз деймін, менің бұрышым міне морозилкада қатырылған. Қытай қатырылған, соны жұмсаймын.
қуырылып болды. Енді суын құям. Міне қымбатты көрермендер, менің кешкі асым дайын болды. Бұл спагеттименен дайындалған тамақ, кешкі ас. Сіздерге осылай, осы тамағым ұнап жатса, сіздер де осылай кешкі аста, түскі аста жасасаңыздар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.